Жазда жаңа жылды қарсы аламын деп жарақат алғандардың саны жаға ұстатады. Әсіресе от шашудан опық жегендер көп. 4 күндік демалыста 300-ден астам адам түрлі жарақатпен дәрігер көмегіне жүгінген. Оның 30-ға жуығына ота жасалды. Жыл ауысқан түні әдеттегідей жарыса жарылған от шашу ит жылы қаңғыбас иттерді қаладан қуып шықты. Ертесі көше кезген ит көрінбеді. Есесіне жарақат алған адам санында есеп жоқ. Биыл тіпті рекордтық көрсеткішке жетіпті. Кезекшілікте қалған дәрігерлер мұндайды көрмегендерін айтады. Аяғынан тік тұрып 300-ден көп адамға ем-дом жасаған. Есесіне ел от шашу емес ішімдікке көп шашылғанға ұқсайды. Ауруханаға түскендердің басым денін ащы судың әлегімен келгендер құрайды. 4 күндік демалыста жедел жәрдем қызметі үшін де мазасыз күн болыпты. 4000-ға жуық шақырту түскен. Ал төтеншеліктер от шашудан облыста 10 өрт оқиғасы тіркелгенін айтады. Сондай-ақ жаңа жыл түні жасалатын қылмыстың статистикасы да еліміз бойынша азая қоймапты. Әсіресе қараусыз қалған үйлерге ұрлық жасау Сәлем достар, жаңа жыл әлемнің көптеген жерінде тойланатын ең үлкен мереке. Біздің елімізде бұл мереке көптеген уақыттан бері тойланып келеді. Кез келген адамға бұл мейрам жарқыраған шырша, от шашу, тәттіге толы дастарханмен әсер қалдырады. Жаңа жыл мейрамын миллиондаған адам асыға күтіп, тойлауға асығады. Бұл мейрам өте танымал мейрам болғанымен де өзінің қауіпті жақтарымен елге танылған. Бүгінгі видеоролигімізде жаңа жыл мейрамының адамға деген, сонымен қатар табиғатқа тигізген зардабы мен қаупі жайлы айта кетеміз. Бұл мейрамның табиғатқа келтіретін зиянына келетін болсақ, шырша ағашының жаңа жыл символ екенін ескеретін болсақ, жаңа жыл қарсаңында көптеп шырша ағашы кесіледі. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, әр Еуропа елі 100 мыңнан астам шырша шығынын келтіреді. Бұндай жағдайда әлем бойынша 150 миллион шырша кесіледі. Сонымен қатар жарқыраған от шашуды айта кетпесек болмас. Және де бұл мерекеде бір уақытта бүкіл әлемде аспанға миллиардтаған от шашу шашылады. Бұл уақытта атмосферада өте қауіпті химиялық элементтер пайда болады. Ол адам денсаулығына өте қатты зиян келтіреді. Сонымен қатар, ғалымдардың пайымдауынша, бұл қауіпті химиялық элементтер ауа атмосферасында бір аптадан артық тұрақтайды екен. Осы от шашулардың кесірінен тіпті көптеген жануарлар мен құстар жарақаттанып өліп жатуда. Бұнымен қоймай, от шашу мемлекетімізге өте үлкен экономикалық шығын алып келеді. Бұл мейрамда әр отбасы кем дегенде 500 теңгеге осы от шашуды алатыны анық. Осыны ескере отырсақ, жаңа жыл қарсаңында бүкіл Қазақстанда осы от шашуға кеткен шығын 15 миллион долларды құрайды. Осы фейерверктерге кеткен шығынға баспанасыз 700-ға жуық адамға баспана салып беруге болады екен. Осы от шашудың кесірінен елімізде жаңа жыл қарсаңында 1000-ға жуық ересек адам, 500-ге жуық кішкене балалар көз, қол жарақаттарынан зардап шегуде. Бет аузы бүлініп, бір ажалдан аман қалған бұл жігіттің жадында биылғы жаңа жыл мәңгі сақталар анық. Себебі қолдан от шашу жасап, қызық қуамын деген ол дәл 31 желтоқсан күні бір көзінен айырылып қалды. Жойқын жарылыс жасақсы келген азамат шыны ыдысқа тас құм толтырып, үстін оқ-дәрімен тығындаған екен. Алайда қолдан жасалған жарылыштың қуаты күшті болып, жас жігіттің денесін түгелдей талқандап кеткен. Банктың ішінде хлопушка болған ғой. Хлопушка болғанда смесь болды, пикартың. Самодельно ішінде тас болды, шайқалған кезде жарып кетті. Сол осылай болды. Бұл уақытта тіпті өрт қаупі де артады. Осы мейрам уақытында бір түн ішінде Қазақстан бойынша өрт қаупінен 40-50 адамға жуық адам қаза табады. Бұдан бөлек еліміздің әр қалаларында миллиондаған теңге шығындап безенделген шыршалар өртеніп, халыққа өз қаупін тигізеді.
Тіпті бұл күні, яғни осы мейрамда арақ, ащы сусын, су да ішіледі. Сонымен қатар бұл түн зинақорлыққа толы болады. Тіпті бұл түні зорлық-зомбылық жағдайлар көптеп кездеседі. Статистикаға қайта сүйенетін болсақ, осы бір жылдың 365 күннің ішінде ең сұмдық, ең қауіпті күні осы 31 желтоқсаннан 1 қаңтар күні ауған түн болып саналады. Сонымен қатар бұл мейрамның тарихы жайлы айтуы да өте қорқынышты. Осындай сұмдық жайттардан кейін бұл мейрамды тойлау дұрыс па әлде бұрыс па, оны сіздер шешесіздер. Осымен біздің видеоролигіміз соңына жетті. Егер де видеоролик ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.